Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге 100 жаса арнасы. Бүгін сіздермен мыңдаған ғасырлар бойы адамзат бүгінгі күнге дейін өз мақсатына пайдаланып келе жатқан қасиетті өсімдік туралы болмақ. Қасиетті деп атауыма да нақты себептер бар. Ол жайлы қазір осы видеода айтатын боламын. Арнаға тіркеліп, соңына дейін тамашалап, лайк басып, пікір қалдырумен қатар достарыңыз және жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Бұл өсімдіктің атауы бақбақ гүл, яғни одуванчик. Бақбақ гүл 30 миллион жылдан астам уақыт өз тіршілігін жалғастырып келеді. Ежелгі Египет, Грекия және Римде бақбақ гүлді азық-түлік мәзірінде тұтынатын болған. Сонымен қатар шығыс медицинасында, соның ішінде Қытайдың дәстүрлі медицинасында бақбақ гүлдің жапырағын қолданатын болған. Сондай-ақ бақбақ гүлдің жапырағын ғана емес, гүлін де жеуге болады. Ал ағылшындар өз кезегінде бақбақ гүлді төсек намдағыш деп атаған. Оған себеп бақбақ гүл зәр қуалайтын қасиетке ие. Егер оны көп мөлшерде тұтынатын болсаңыз, төсекке жіберіп қоюыңыз да ғажап емес. Бақбақ гүлдің құрамында А, С, К1 дәрумендері және басқа да көп деген элементтер кездеседі. Атап айтар болсақ, калий, магний және темір. Сонымен қатар оның құрамында фитонутриенттер көптеп кездеседі. Солардың бірі апигенин. Апигенин өте күшті фитонутриент болып табылады. Оның ағзаға әсері химиотерапиямен пара-пар, яғни қатерлі ісікке қарсы әсері. Бірақ ешқандай ағзаға зиянын тигізбейді. Сондай-ақ бақбақ гүл бауырға да өте пайдалы. Көбінесе бақбақ гүлді салатқа араластырып, немесе былайша да тұтынуға болады. Сонымен қатар ол бүйрекке және өт жолдарына да өте пайдалы. Бірақ бақбақ гүлдің бауырға тигізетін пайдасы ерекше. Бауырдың ауырсынуы, майлануы және фиброз немесе цирроздың бастапқы сатысында үлкен көмегін тигізеді. Екінші типтегі диабеттің кезінде бақбақ гүлдің әсері ерекше. Өйткені ол ағзадағы клеткалардың қызметін реттейді. Егер клеткалардың функциясы бұзылса, ағзада қанттың мөлшері артады. Бірінші немесе екінші типтегі қант диабетімен ауыратын науқастар бақбақ гүлді салатқа араластырып, немесе гүлдің өзін былайша да жиі тұтынғаны жөн. Нәтижесі сізді таңғалдырары анық. Жоғарыда атап өткендей, бақбақ гүл қатерлі ісікке де өте пайдалы. Ол гүлдің құрамында кездесетін апигенинге байланысты. Сондай-ақ бақбақ гүл ағзадағы бүкіл ауырсынуларды басады. Осымен роликті аяқтаймын. Арнамызда басқа да көп деген өзіңізге пайдалы ақпараттарды көре аласыз. 100 жасаңыз оқырман. Келесі кездескенше.